Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Жұмысымызды бастау үшін қажетті кворум бар. Мәжілістің отырысын ашық деп жариялаймын. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы негізгі заң жобасы және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы ілеспе заң жобасы жөнінде бірінші оқылым. Баяндама жасау үшін сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі Сүлейменова Жұлдыз Досбергенқызына беріледі. Құрметті Ерлан Жаханұлы, құрметті депутаттар мен қатысушылар. Ұсынылып отырған заң жобаларының негізгі мақсаты барлық азаматтардың, оның ішінде әйелдер мен балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау шараларының тиімділігін арттыруға бағытталған. Жалпы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев барлық бағдарламаларында әйелдердің, балаларымыздың құқығын қорғауға, қауіпсіздігін сақтауға ерекше көңіл бөліп келеді. Мемлекет басшысы елдің даму деңгейі, қоғамдағы әйелдердің гендерлік теңдігі, құқықтық саяси және экономикалық мүмкіндіктермен өлшенетіндігіне мән беріп, балалардың қауіпсіздігін сақтау, әйелдердің құқығын қорғау жолында жүйелі шараларды қабылдауды айқындады. Елімізде 2020 жылдан бастап жалпы жүйелі шаралар қабылданып келеді. Бірақ дегенмен бізде қоғамдағы тұрмыстық құқық бұзушылықтың толастамай тұруы көптеген зерттеулерге сәйкес 2017 жылы отбасылық зорлық-зомбылыққа жазаны декриминализациялағаннан кейін осындай салдарларға тап болдық деген пікір бар. Соған сәйкес бүгінгі заңнамалық түзетулер мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың биылғы жолдаудағы тапсырмасын орындау үшін әзірленді. Ең негізгі бағыттарына тоқталатын болсақ, жалпы заң жобалары 5 негізгі бағытты қамтиды. Ең бірінші бұл зорлық-зомбылыққа, басқа да қатыгездікке, немесе адамның қадір-қасиетін қорлауға жол бермеу мақсатында бірқатар нормалар қарастырылып отыр. Ең бастысы 2017 жылдан бастап әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде болған 73.1 денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру және 73.2 ұрып соққаны үшін баптар әкімшілік құқық бұзушылық кодексінен алынып тасталып, сәйкесінше қылмыстық кодексқа 108.1 бабы денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтірген үшін және 109.1 бабы ұрып соққаны үшін баптар криминализацияланып, олар қылмыстық кодексқа енгізіліп отыр. Бұл жердегі біз бірнеше аспектіге тоқталып өткіміз келеді. Бұл тек қана әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етумен қатар барлық азаматтарға, яғни осы баптарға тап болған Қазақстанның барлық азаматтарына қарастырылатындығын атап өткіміз келеді. Бұндағы негізгі мақсат бұл құқық бұзушылықтарды болдырмау және азаматтардың жауапкершілігін күшейту. Бұдан бөлек жаңа редакцияда денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтірген үшін 3 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылады. Сонымен қатар жаңа редакцияда денсаулыққа қасақана орташа зиян келтірген үшін 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылады. Ең негізгі мәселе біз педофилия, яғни балаларға екі жаңа норманы қарастырып отырмыз. Педофилия бойынша өмір бақи бас бостандығынан айыру жазасын қарастырып отырмыз. Сонымен қатар кәмелетке толмаған балаларды өлтірген үшін өмір бақи бас бостандығынан айыру жазасын қарастырып отырмыз. Ең негізгі мәселеге тоқталып өткіміз келеді. Қылмыстық кодексте 98.3 жаңа бабы бар. Сол бап енгізіліп отыр. Бұндағы мәселе қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамның мінез құлқына қатысты ерекше талаптар белгілеу. Осы баптың негізінде құқық бұзған азаматтарға тек жазаны күшейтумен қатар сот шешімі бойынша керек деп таныған кезде медициналық ұйымдарда психологиялық көмектен өту мүмкіндігі қарастырылатын болады. Бұдан бөлек қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылған адамға сот шешімі бойынша немесе қылмыстық процесс тараптардың өтініші бойынша 3 айдан 1 жылға дейінгі мерзімге жәбірленушіні іздестіруге, қудалауға, ауызша немесе телефон арқылы келіссөздер жүргізуге, сонымен қатар өзге де тәсілдермен байланысқа түсуге тыйым салатын ерекше талаптарды белгілеу қарастырып отыр.
Ең негізгі екінші мәселе бұл суицидтің алдын алу. Жалпы суицидтің алдын алу мақсатында қылмыстық кодексте жаңа 2 құрам бойынша норма енгізілді. Бұл суицидке итермелеу және суицидті насихаттаған үшін қылмыстық кодекста жаңа құрамда 2 бап енгізілетін болады. Келесі мәселе бұл интернаттық ұйымдарда тұратын балалардың құқығын қорғауды қамтамасыз ету. Бұл жерде жабық интернаттар, оның ішінде балалар үйі және арнаулы әлеуметтік медициналық көмек көрсететін ұйымдарда міндетті лицензиялау, сонымен қатар оларды алдын ала хабарламасыз тексеруді құқығын енгізу нормалары қарастырылып отыр. Келесі мәселе бұл балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жалпы мобильді топтардың жұмысын ұйымдастыру бойынша шаралар кешені қарастырылды. Бұл үшін отбасын қолдау орталықтары құрылатын болады. Ең бесінші бұл жалпы біз отбасы шаңырақты шайқалтпайтын жалпы отбасын одан әрі нығайтуға бағытталған нормаларды қарастырып отырмыз. Бұл дәстүрлі отбасы құндылықтарына құрмет рухында балаларды тәрбиелеуге қатысты неке және отбасы кодексінде 2 арнайы норма қарастырылады. Енді бұның барлығы жалпы отбасы институтын нығайту үшін нысаналы индикаторларды бекітуге бағытталған. Негізгі заң жобасы бұл жалпы тұрмыстық құқық бұзушылық мәселесін шешу үшін қоғамның барлық деңгейдегі бірлескен күш-жігерді қажет ететіндігін көрсетіп отыр. Ең баса атап өткіміз келетіні жазаны қатаңдатумен және одан бұлтару мүмкіндігін болдырмау кез келген құқық бұзушылыққа жауапкершілікті күшейтеді. Бірақ дегенмен тұрмыстық зорлық-зомбылықты болдырмау мәселесінде тек заңнамаға өзгерістер енгізумен қатар азаматтардың көзқарасы, моральдық ұстанымында өзгерту қажет деп білеміз. Сондықтан қоғамда қылмысқа мүлдем төзбеушілік қағидаты, ал мемлекеттік деңгейде заң мен тәртіптің қатаң сақталу қағидаты дәріптелуі тиіс деп білеміз. Сондықтан да бұл заң жобаларын қабылдауды қоғам күтіп отыр және барлық азаматтардың өзін қорғалған, әділ және құқықтық қоғам құру жолындағы маңызды қадам болады деп есептейміз. Сондықтан да заң жобаларын қолдауға шақырамыз. Назарларыңызға рахмет. Депутат Бапи Ермұрат Сейтқазұлы. Рахмет, төраға мырза. Жұлдызбике, осы заң жобасын оқи келіп, осы жердегі пікір, тіпті пікір талас ретінде шығып жатқан мәселені талдай келгенде, осы заң жобасынан біз мынау әкенің рөлін, ер азаматтың рөлін, мына заң жобасының табиғатынан, лейтмотивінен әкенің рөлін, ер азаматтың рөлін сүмірейтіп жіберген жоқпыз ба? Осы жөнінде сіздің жеке бір пікіріңізді білгім келеді. Мынау заң жобасының автор ретінде сіздің азаматтық пікіріңізді. Онан кейін осы сұрақтың екінші жағы жаңағы депутат Әлтаевтың сұрағына ұқсас, біз енді бұл заң жобасы негізінде жалпы қазақстандық мүддені қорғайды ғой. Бұл жерде анау-мынау ұлыс деген жоқ. Бірақ біздің назардан шығармайтын бір мәселе бар. Қазақстан халқының 70%-дан астамын кім қазақ қорғайтынын білеміз, құрайтынын. Осы тұрғыдан келгенде біз енді осы залда отырғандардың көпшілігі әкең келе жатыр. Осыдан әкең келсін, әкең сазайыңды береді деген тәрбиемен өстік қой. Осы тұрғыдан келгенде сіз қалай ойлайсыз? Біз мына әкенің, ер азаматтың рөлін көтеру үшін бәлкім отағасы туралы заң қабылдауымыз керек шығар. Сіздің өз ойыңыз қандай? Соны білгім келеді. Көп рахмет, Ермұрат Сейтқазұлы. Негізі менің жеке позициям бұл әке асқартау. Әкенің орны да, рөлі де қазақтың тәрбиесінде, қазақтың отбасы институтында ерекше. Біз егер ұлт және ұлттың болашағы десек, онда әке деген сөзбен олардың түгел байланысып, сабақтасып жатқандығын жақсы білеміз. Бірақ біз бұл заңмен бір қолын бесікті тербеткен, бір қолымен әлемді тербеткен, әйелдің бүгінгі таңдағы тұрмыстық қарым-қатынастағы патриархалдық озбырлығына белгілі бір тосқауыл қоятын баптарды енгізіп отырмыз. Мен де сіз секілді әкелердің болашағына, ер азаматтардың, оның ішінде батырлардың ұрпағы, ұлдарымыздың болашағына қатысты ой пікірім бар. Өйткені біз
жалпы енді елдің болашағын, ұлдың болашағымен байланыстырған халықпыз. Бірақ дегенмен Конституцияның 33-ші бабында жалпы жынысқа бөлмей, әйел мен ер азаматтың гендерлік теңдігі нақты Конституцияда көрсетілген. Сондықтан да мен сізді бір сендіргім келеді. Бұл менің ойымша, бұл тек қана сіз емес, жаңа қол шапалақ қағуға байланысты бүкіл елдің сұрағы ғой. Егер әкелердің рөлін, жалпы әкелердің отбасындағы жауапкершілігін, отбасындағы баланың тәрбиесіндегі ерекше орнын белгілейтін заң қажет болса, бірінші болып әзірлеуге, бірінші болып қабылдауға және оны орындалуына өзімде атсалысқым келеді. Ана ретінде, осы елдің қызы ретінде. Бірақ дегенмен бұл заң жалпы бүкіл азаматтарымызға, оның ішінде мына соңғы кездері әйелдің өлімі орын алған кездегі мына тұрмыстық вандализмді алдын алуға, болдырмауға қатысты арналып отырған заң жобасы. Бұл қажет деп білеміз. Қоғам мына жазаны күшейгеннен кейін жұдырықты алып жүкіруді ойланатын болады деп ойлаймыз. Жалпы қоғам үшін бұл біздің бүгінгі таңдағы орын алып отырған құқықтық бұзушылықты болдырмаудың ең алғашқы қадамы, амал деп білеміз. Ермұрат Сейітқазыұлы, егер отағасы жәбір көріп жатса, оны да қорғайтын заң бұл, бәріне бірде. Депутат Әбден Қарақат Жақсылыққызы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Мой вопрос адресован представителям двух министерств. Министерства просвещения и Министерства внутренних дел. Как сейчас было отмечено докладчиком, законопроект предусматривает меры, нормы по обеспечению безопасности детей. Будут ужесточены меры за все виды насилия в отношении детей. И это правильно. Я знаю, что тысячи родителей ждут введения этих норм. Общественность давно требует эти поправки. Но у меня возникает вопрос по двум нормам. Первое – это по введению административной ответственности за травлю, буллинг в отношении детей. И второй вопрос по введению административной ответственности за высадку из общественного транспорта несовершеннолетнего, следующего без сопровождения законного представителя. Поясните, пожалуйста, более подробно, как вообще будут реализованы эти нормы. К примеру, скажем, вот если из автобуса высадили ребенка, на кого будет возлагаться штраф? На водителя, на кондуктора или вообще на родителя, который отправил ребенка без денег? Министерство просвещения, пожалуйста. Еділ Сабырұлы. Рахмет сұрағыңызға. Қарақат Жақсылыққызы, біздің ұсыныстарымызға қолдау білдіріп отырғаныңызға рахмет. Бірінші мәселе бойынша қазіргі күні буллинг, жәбірлеу фактілері қоғамда орын алуда және қоғам тарапынан үлкен сынға ұшырауда. Осы мақсатта балалардың, ата-аналардың балаларының іс әрекетіне деген жауапкершілігін күшейту мақсатында әкімшілік құқық бұзушылық кодекске ата-аналарға осындай құқық бұзушылық үшін жауаптылық белгілеу қарастырылып отыр. Жұмыс тобында бұл мәселе талқылануда. Екінші мәселеге қатысты, шындығында да мынау үлкен қалаларда, әсіресе қыс мезгілінде балаларды автобустан түсіріп кету жағдайлары бар. Енді ол кішкентай бала кейде қаржысы жетпей қалуы да мүмкін, бірақ бұл үшін жауапкершілік, бұның артында үлкен салдарлар болуы мүмкін. Баланың тоңып қалуы, басқада қараңғы кезде басқада бір қауіптерге, қатерлерге ұшырауы мүмкін. Сондықтан осы мәселелердің алдын алу мақсатында осындай норма енгізіліп отыр. Біз министрлік бұл норманы қолдаймыз. Бұл жерде жауапкершілік тікелей сол жаңағы көлік жүргізуге жауапты кондуктормен жүргізушіге, яғни сол баланы мінгізіп түсіруге жауапты азаматтарға қатысты болады. Депутат Бейсенбаев Елнұр Сабыржанұлы. Рахмет, құрметті төраға. У меня вопрос к представителю МВД. В начальном проекте мы давали поправку по хирургической кастрации педофилов. Но на наше правительство, показав свою несостоятельность, не поддержали данную нужную норму, обозначив, что они не готовы причинять физические страдания и унижать достоинство педофилов, опираясь на конвенцию. Это позиция правительства. И здесь хочу я сказать три важных аспекта. Во-первых, мы считаем, что преступление сексуального характера против детей самым жестоким и бесчеловечным.
И считаем, что такие педофилы причинили страшную боль не только ребенку, но и их родителям, в целом их семье. И мы считаем, что это преступление особой жестокости. Во-вторых, право хирургической кастрации, делать или нет, мы оставляем за судом. В-третьих, хирургическая кастрация, то есть поправки такие в законодательстве, имеются в странах Европы, которые, кстати, подписали же данную конвенцию. В связи с этим у меня вопрос к вам. Готово ли наше правительство до второго чтения пересмотреть свою поправку по поводу хирургической кастрации именно педофилов? Спасибо. Пожалуйста, МВД. Спасибо за вопрос. Но, в принципе, в рамках обсуждения я уже свою позицию высказывал по нему. Исходили из чего? На сегодняшний день в отношении педофилов однозначно применяется мера пожизненное лишение свободы. То есть, если он будет пожизненно лишен свободы, то есть ли смысл прибегать к хирургической кастрации? Это первое сомнение. Второе, да, действительно, есть у нас конвенция о пытках, к которой Казахстан присоединился. И здесь, наверное, больше вопрос не к МВД, а, наверное, к Минюсту и Генпрокуратуре. По моему субъективному мнению, это будет как раз подпадать под категорию пытки. Это второй вопрос. И третий, чисто медицинский, на который, наверное, больше ответит Министерство здравоохранения. Кто будет эту меру осуществлять и как она будет осуществлять? В целом за правительство я ответить не могу, но если вы сейчас поправку отправите, мы ее будем обсуждать в рамках всех заинтересованных госорганов. Спасибо. Депутат Алтай Аманжол Дүйсенбайұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің бірінші сұрағым баяндамашы мен ішкі істер министрлігінің өкіліне, екінші сұрағым мәдениет және ақпарат министрлігіне. Біз қазақ деген халық анасын ардақтаған, аруын аялаған, ата-анаға құрметпен қараған халықтың өкіліміз. Отбасы дегеніміз өте күрделі институт. Өкінішке қарай бүгінгі қоғамда түрлі келеңсіздіктер орын алуда. Солардың санатында, яғни өзінің ер азаматтан қысым көрген әйел ғана емес, әйел азаматтардан қысым көретін еркектер де баршылық. Сонымен бірге, өзінің қартайған шағында балаларынан қысым көріп отырған қарт ата-аналарда жетерлік. Оның біріншісінің мысалы, яғни біздің буынымызда әкеммен ақылдасайын, әкемнен сұрайын, әкем біледі деген түсінікпен өскен буын едік. Қазір мамам біледі, мамамнан сұранайын, мамам шешеді дейтін балалар көбейіп бара жатыр. Бұл бір. Екіншіден, кеше ғана Қарағандыда болған 78 жастағы кейуананың өзінің баласынан жаңағы зорлық зомбылық көруі, осының бірден бір себебі өзінің білегінен әл кетіп бойынан қуат кеткен шағында өзінің туған балаларынан зорлық зомбылық көретін ата-аналарда көбейіп бара жатыр. Сондықтан сіздерден сұрағым, яғни қоғамдағы ер азаматтардың құқығы және ата-аналардың құқығы қорғалу мәселесіне қандай жауап бересіздер? Ал енді ақпарат министрлігінің өкілі, бүгінгі мына ақпараттық кеңістіктерде қазақтың жігіттерін, қазақтың ер азаматтарын ез қып көрсететін, қорқақ қып көрсететін, жалтақ қып көрсететін түрлі контенттердің көбейіп кетуі, комедиялық жанрлардағы фильмдердің көбейіп кетуі нені түсіндіреді, осыған жауап берсеңіз? Рахмет, Аманжол Дүйсенбайұлы. Жалпы сұрағыңыз өте орынды, өте өзекті. Жұмыс тобындағы әрбір жиналыста біз осы сұрақтың өзегінде көп мәселелерді талқылап жатырмыз. Бұған дейінгі сұрақтың да бұл жалғасы іспетті. Неге? Өйткені ата-ана баласына так деп айтатын болса, оған мүлдем татуластықты бермеу мәселесі, менің ойымша, бұл дегенмен өте бір тәрбиемізге және біздің ұлттық отбасы дәстүрлерімізге жат деп білемін. Негізі ең басында заң жобасы бұл тек қана әйелдердің құқығы мен балалардың қауіпсіздігі емес. Мысалы, денсаулығына қасақана жеңіл зиян келтіру және ұрып соғу бабы бұл барлық азаматтарымыздың құқығын қамтитындығын атап өткім келеді. Сондықтан да бұл әйел мен ер азаматтарды бөлмей, әйелдің құқығы адамның құқығы, ер азаматтың құқығы да адамның құқығы деген қағидат негізінде жүзеге асырылып отыр. Екінші мәселе, әрине, бізде Конституцияның 27-ші бабына сәйкес жалпы
балалар өзінің зейнеттегі әкесі мен шешесіне қамқорлық көрсетілуі Конституцияда нақты белгіленген. Яғни сіз айтып отырған орын алған мәселе бұл өте қоғамдағы бір өзекті проблеманы көрсетіп отыр. Бұл тұрғыдан біз тәрбиені күшейтуді, сонымен қатар ақпарат мәселесін күшейтуді және мына психологиялық қолдау мәселелерін күшейтуді қажет деп білеміз. Заң жобасында бұл мәселелер бар. Дәстүрлі отбасы құндылықтарға қатысты да нақты нормалар қарастырылып отыр. Мәдениет министрлігі. Сұрағыңызға үлкен рахмет, Алтай Аманжолов. Вы действительно правы, что поднимаете такой вопрос. Но что хотелось бы сказать? Мы в данном случае руководствуемся принципами закона и четко понимаем, что семья, согласно нашему закону, Кодексу о браке и семье, это институт, это союз двух равноправных людей, наделенных совершенно четкими и понятными функциями. Мужчина, он отвечает за одну составляющую, женщина отвечает за другую составляющую. Именно поэтому, в том числе, если мы говорим про институт отцовства, о котором, собственно говоря, вы сейчас упоминали, мы, наверное, видим сейчас важность популяризации института отцовства. Именно поэтому в прошлом году, я уже про это говорил, был введен нами День отцов, Акилеркона, да. Именно поэтому мы сейчас всячески через наши инструменты государственного социального заказа поддерживаем наш Акилеродага, большой институт, который создан, который нам рассказывает, какими мужчинами нужно быть. Ну, а разумеется, вопросы того, в каком контексте средства массовой информации, в фильмах и так далее и тому подобное упоминают роль отцов или показывают мужчин, да. Наверное, мы здесь будем четко делить, что есть какие-то инструменты сатиры, но а так, с точки зрения уполномоченного органа, который отвечает за семейную политику, за здоровые семейные отношения, мы, разумеется, выступаем за то, чтобы семья оставалась институтом двух равноправных людей со своими конкретными четкими функциями, где отец – это отец, как это признано было всегда у наших предков, мужчина, который отвечает за совершенно определенные вещи, и где есть женщина, это хранительница домашнего очага, при этом, разумеется, понимая и осознавая все вопросы гендерного равенства и гендерного баланса. Рахмет. Депутат Зайтов Ринат Рифхатұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым баяндамашыға. Заңда барлық мемлекеттік органдар ұлттық банкпен соттар мен сот әкімшілігінен басқа деп көрсетілгенде. Бізде негізінде Қылмыстық процессуалдық кодекстің 29 бабының 1 тармағында қандай соттарда жариялылық болмайтыны нақты көрсетілген. Қазірдің өзінде соны өрескел бұзып, кез келген сотты ол нормаға сай келмесе де жабық деп өздігінен жариялап, ол туралы ешқандай ақпарат бермей жатқан сот мысалдары жетеді. Сосын кез келген мемлекеттік орган бақылау объектісі болып табылады дейсіздер. Біздің әріптесіміз Базарбек Бақытжан Жұмабекұлы үнемі осында келген әкім министрлерге жер кадастры бойынша айтады. Оны да пысқырып жатқан ешқандай орган жоқ. Негізгі бұл ақпаратқа қол жеткізу неге осындай соттар мен сот әкімшілігіне арнайы жеңілдік береді? Екіншіден, сондай ақпаратқа қол жетімділікке тосқауыл қоятын органдарға қандай шара қолданылады? Үшіншіден, біз мысалы жалған ақпарат тарату туралы заңды қабылдаймыз да, бірақ оны мемлекеттік органдарға ешқандай қатысы жатқанын көрмейміз. Көп мемлекеттік органдар бар, өздерінің ресми сайттарында қып-қызыл өтірікті жариялап қояды, бірақ оған ешкім шара қолданбайды. Бұл норма қалай жұмыс істейді? Осындай сәттерде, осындай бір оқиғаларда. Сұрағыңызға рахмет. Негізінен бірінші мәселеге жауап берсем, жәнегі сот жүйесі және сот жөніндегі конституциялық заң болғандықтан, оған жәнегі біздің министрлік құзыреттілігі жетпейді. Енді ұлттық заңнамаға сәйкес. Сонымен бірге мына қазіргі таңда мына өзіңіз айтып өткен жер кадастры, басқа да ақпараттарды мемлекеттік органдар бермей жатады. Ол бізде қолданылып жатады. Соның басын алу үшін қазір осы біз бақылау функцияларын енгізіп отырмыз. Тексеру жасап, бұл жағындағы кемшіліктерді қатайтатын боламыз. Соң кейін жалған ақпаратқа байланысты қазіргі таңда мына енді жалған ақпаратты мемлекеттік органдар
а дегенде априори ондайға жол бермеу керек. Сол жәнегі тағы да біздің өзіміздің функциямыз мониторинг жасау және бақылау функциясы енгізілгеннен кейін біз бұны қатаң бақылауға алатын боламыз. Рахмет. Енді шара қолданғанда басында біз ұсыным берілеміз, соң кейін ұсыным деген рекомендация. Ол болмаса, онда жәнегі нұсқама берілеміз. Нұсқама бұл предписание. Егер оны істемесе, онда әкімшілік жаза қолданылады. Бұл жәнегі әкімшілік құқық бұзушылық кодексте 462 бабында белгіленген 15 айлық көрсеткішке болады. Сонда енді қалтадан ұрғаннан кейін ондайға жол бергізбейміз. Депутат Базарбек Бақытжан Жұмабекұлы. Рахмет, Ерлан Жаханұлы. Менің министр орынбасарына мынандай сұрағым бар. Енді жер кадастрын тиіспек қойын, жаңа Ринат Рифқатұлы айтып кетті ғой. Жер кадастрынан бөлек жер саласының өзекті мәселелері өте көп, басқа ақпарат. Өкінішке орай, жермен байланысты бүкіл ақпараттың бәрін әкімдер жасап қойған. Бір ғана мысал, жер кодексінің 43-ші бабына сәйкес, әрбір жер берген сайын ақпараттың барлық кімге қандай жер берілді, ол интернет ресурсінде және мынау стендтерде жариялану керек. Жер кодексінің 44-ші бабына сәйкес, ол жерде жерге жеке тұрғын үй құрылысына берілетін алқаптардың тізімі толығымен интернет ресурсте жариялану керек. Ал жер кодексінің 44-те бір бабына сәйкес, егжей-тегжей жобалары бұл әкімдіктің интернет ресурсымен арнайы стендте жариялану керек. Мен жұмыстан кейін шығып, іш пысқаннан күн сайын мынау әкімдіктердің, аудан әкімдіктердің несіне порталына кірем. Ақпарат жоқ. Енді сіз осы заң жобаның 9-шы, 10-шы, 11-шы бабына сәйкес бізге құзырет беріңіздер. Парламент депутаттары, біз оны тексереміз дейсіз. Мен осы заңның 9-шы бабына сәйкес рекомендация, ұсыныс. Ол рекомендацияның нәтижесінде сіздер ол орындамаса акт рәсімдейсіздер, және ұйғарым шығарасыздар, предписание. Менің сұрағым, аудандық және қалалық деңгейде мынау жердің ақпаратын жасыратын әкімдер. Ал сіздер сол аудандық қалалық деңгейде әкімге бағынасыздар. Сонда мынау заң талаптарына сай, сіздер өздеріңіздің бастықтарыңызға шара қолданасыздар ма? Сондай болып тұр ғой. Рахмет. Әрине қолданыламыз. Негізі заң алдында бәрі тең, заң үстемдігі жоғары болу керек. Жәнегі сіз айтқан жер мәселесіне байланысты әкімдіктердің ақпараттарын болмай жатуы, оған жәнегі өзіңіз дұрыс айттыңыз, жәнегі предписание береміз, ұсыным жасаймыз, соң ұйғарым береміз, соң шара қолданамыз, оның бәрі осы заң жобасында енгізілген. Ол жәнегі жалғыз әкімдіктерге қатысты емес, барлық мемлекеттік органдарға қатысты болады. Сонымен бірге квази мемлекеттік органдарға қатысты. Міндетті түрде жаза қолданылады, жәнегі әкімдіктердің сайттан бұрын әкімнің өзінің блогы, сонымен бірге жәнегі мемлекеттік органдардың интернет ресурстарының бірыңғай порталы бар, сол жерде де ақпаратты өзектендіріп отыру керек. Біз сонымен күресті қазір жүргізуді бастаймыз, және өте жақсы бақылауға алып, өзіңізге ақпаратын беруге дайынбыз. Рахмет. Депутат Баққожаев Ана Сақатұлы. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым баяндамашыға, құрметті Данияр Рамазанұлы. Мен мына ақпарат деген объекті ғой. Ол объектіні жеткізудің екі формасы бар. Жазбаша түрде және ауызша түрде. Жазбаша түрде жақсы, заңның барлығы реттейді, бірақ мына ауызша түріне мен назарыңызды аударайын деген. Мәселеде не жатыр? Мына мемлекеттік органдардың жылдан жылға беделі жақсарып баратыр, оны біз байқап жүрміз, бірақ әлі де ақсаңдау бар. Мысалға, бұқаралық ақпарат құралдары әртүрлі экономикалық сауаттылықты ашатын, саяси көзқарасты беретін әртүрлі ток-шоулар, әдемі бағдарламалар жасап жатыр. Бірақ мемлекеттік қызметкерлер шақырған кезде олар келмейді, өкінішке қарай. Келмейді неге? Үш себебі бар. Немесе білмейді, немесе қорқат, немесе әдейі істейді. Міне бұл тек қана бақтардың ішінде ғана емес. Бұл мемлекеттік органдардың кіреберісіне келсеңіз, халық тұрады кейде. Мен ана кісіден сұрасам, маған ауызша жауап бермеді. Маған жазбаша жазыңыз, мен сізге жазбаша берейін деп айтып құтылып кетті дейді. Ал өңірлерге барайық. Өңірлерде кездесулерде адамдар, мемлекеттік қызметкерлер, солар жауап беруден қашады. Міне осы ауызша жағын қалай күшейтеміз? Міне осы туралы пайымыңызды, өз жеке көзқарасыңызды айтыңызшы. Рахмет.
Рахмет. Негізінен ауызша сұратындарға жауап беру керек. Оны қашқақтап қорқудың керек жоқ. Мемлекет басшысының халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы бар. Сол тұжырымдама аясында әрбір мемлекеттік қызметкер өзінің жәнегі қызметіне жауапты болса, өз орнында, ол сол жәнегі ақпаратты беруге тиісті. Егер бермеген жағдайда оның жәнегі енді өзінің қызметтік несіне құзыретіне байланысты, алайда өз ойым әрбір мемлекеттік қызметкер азамат болсын, бұқаралық ақпарат құралдары болсын, журналистердің де барлығына жәнегі өз құзырет шегінде жауап беруге тиісті. Қазіргі таңда енді мына ауызша сұратулар беруге болады, енді кейбіреулер жазбаймын десе, мысалы сондарда видеообращение дейді ғой, сондайларды қолданысқа алуға болады. Алайда бұл жерде әрбір мемлекеттік қызметкердің өзінің жеке жауапкершілігі және намысы деп санаймын. Рахмет. Сонымен күн тәртібіндегі барлық мәселелерді қарап болдық. Енді депутаттық сауалдарды жариялауға көшеміз. Құрметті әріптестер, регламентке сәйкес біз үзіліске шығатын уақытымыз қазір 13:00-де болады. Үзіліс жариялаймыз ба, әлде жалғастырамыз ба жұмысымызды? Дауысқа қоймаймыз ба? Жақсы. Онда депутаттық сауалдарды жариялауға көшеміз. Қысқа айтсын деген ұсыныс болып жатыр. Депутат Базарбек Бақытжан Жұмабекұлы, сізге сөз. Рахмет, Ерлан Жаһанұлы. Мен депутат сауалым қысқа бола алмайды, себебі өте маңызды мәселе. Бұл премьер-министр және бас прокурорына жолданады. Енді, құрметті әріптестер, енді президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы сөзінде әділет Қазақстан заң мен тәртіп үстемдік құратын ел деп дөп басып айтты. Ең бірінші кезекте заңның орындалуы ол сот шешімінің орындалуымен айқындалады. Бірақ біздегі жағдай мүлдем басқаша. Сот шешім бар, заңды күшіне енген, бірақ оны белшеден басып орындамай жүрген компаниялар, жеке тұлғалар жеткілікті. Оның ішінде бүгінгі сауал жер және құрылыс саласындағы орындалмай отырған сот шешімдеріне байланысты. Мысал айтайық. Алматыда Швейцария, Граф, Люксембург, Французский дом, Каменская платадағы Мечта сияқты тұрғын үй кешендері жалпы 20-ға жуық. Соттың заңды күшіне енген шешім бойынша заңсыз деп танылсадағы, соттың шешімін орындауға мемлекеттің қауқары жетпей тұр. Ал Алматының Бостандық ауданында ескі Қазақстан өкілдеріне тиесілі Халық банк, Құса халық иелігінде болған өзеннің су қорғау аумағына кіретін көлемі 52 гектар жер учаскесін соттың заңды күшіне енген шешім бойынша мемлекеттік меншікке қайтарылған болатын. Бірақ та іс жүзінде жер қайтарылса дағы құрылыс жұмыстарын ешкім тоқтата алмай жатыр. Бұрынғы иелері су қорғау аймағын өзен арнасымен бірге топырақпен тегістеп, көп қабатты тұрғын үйді көтеруге жан-жақты жұмыс жүргізіп жатыр. Оны мен Алматы қаласы жер инспекторларын бірге өз көзімен көрдім. Ал атақты Рахат базарының 200-ге жуық саудагерлерін жер дауын алсаңыз, 2022 жылы Алматы қалалық соты кезінде Бауыржан Байбектің 3 жылдан кейін заңсыз қаулысын бұзып жеңіске жетсе дағы саудагерлер базардың жерін әлде даулап ала алмай жүр. Ал Шымкентте заңсыз СПК Шымкентке берілген аумағы 77 гектар болатын 46 жер телімдерін жергілікті жер инспекторлар сотқа беріп, заңсыз шығарылған әкімдердің қаулылары мен жалға алу шарттарын бұзды. Енді соттың шешімін орындау аясында мемлекеттік меншікке қайтаруға келгенде Шымкент қаласының әкімдігі аталған жерлерді мемлекеттік балансқа әлі қабылдамады. Инспекторлар жерді мемлекеттік меншікке қабылдау бойынша және соттың шешімін орындау қажеттігі туралы бірнеше рет ескертті. Бірақ Шымкент қаласының әкімдігі әрекетсіздік танытуда. Бұны қалай түсінуге болады? Ол жетпегені сол 46 жер учаскесінің ішінде Шығыс монтаж-строй мекемесіне тиесілі жер мемлекеттік меншікке соттың шешімімен қайтсадағы, соттың шешіміне қарамастан дәл сол жерде жаңа Ұлы-Дала тұрғын үй кешені құрылыс бастап кетті. Бұл тұрғын үй кешенін соғуды тоқтатыңдар деген соттың шешімі шықты. Заңды күшіне енді, бірақ та соттың шешімін орындауға мемлекеттің органдары тісі батпай отыр. Не батырғысы келмейді. Бұл жағдай Hyundai орталық аймағында көп қабатты тұрғын үй соғуға берілген 2 жер телімі соттың шешімімен қайтарылса дағы, іс жүзінде заңды шешім тағдай орындалмай жатыр.
Ал елордамыз Астанада Дублин, Сенсата Билд және Вашингтон тұрғын үй кешендері құрылыс жүргізу рұқсат құжаттарынсыз ғана емес, тіпті жерге тиісті құқықты алмай, заңсыз құрылысын бастап кеткен. 2022-24 жылдар аралығында шығарылған соттардың шешімдеріне сәйкес елордада құрылысты тоқтату және көтерілген тұрғын үйлерді сүру міндеттелсе дағы, соттың шешімін орындайтын компания жоқ, соттың шешімін күшпен орындатқызатын мемлекет жоқ. Сонда еліміздің 3 ірі негізі қалалардың газ саласына уәкілетті органдары, қала прокуратуралары, әділет департаменттері, КДСі бар шығарылған сот шешімдерін орындатуға міндеттеуге қауқарсыз болғаны ма, шамалары жетпегені ма? Президент айтқандай, заң талаптар қалай орындаймыз? Жоқ жерлерді заңсыз алып алған, заңсыз құрылысы жүргіп жатқан соттан жеңіліп қалса да, соттың шешімін орындамауға бизнесмендердің әлеуеті жетіп тұр ма? Жер қатынастарын былай қойайық, кез келген салада соттың шығарылған және заңды күшіне енген шешімі міндетті орындалуы тиіс. Соттың шешімін орындамау бұл ескі Қазақстанның шынайы көрінісі. Қоғамдық әділдік пен құқықтық ақиқатқа балта шабу деп есептеймін. Осы ретте президентіміз айтқандай, заң диктатурасын орнату және сот шешімдерін мүлтіксіз орындалуымен ғана біз әділетті Қазақстанды орнатамыз. Сондықтан жоғарыда келтірілген фактілер бойынша барлық шешімдер тез арада сот актілері негізінде қабылдануы тиіс. Мемлекеттік органдар соттардың шешімін орындауы тиіс. Депутат Базарбектің микрофонын қосыңыздар. Аяқтаңыз енді. Әріптестер, елімізде заң мен тәртіп орнайтын уақыт жетті. Құрметпен депутат Бақытжан Базарбек. Уақыт жетті. Сөз депутат Мукаев Даулет Төлетайұлына беріледі. Рахмет, Дания Мәдиқызы. Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Тамара Босымбекқызына. Құрметті Тамара Босымбекқызы, ұлттық киім ұлтымыздың ұлылығын ұлықтайтын, ұлттық кодымызды білдіретін айшықты көрсеткіш. Ұлттық киімдеріміздің мол мұрасымен мақтан алатындай елміз. Басқа киімдерді айтпағанда бір ғана бас киімнің қазақ халқында 20-дан астам түрі бар. Бүгінде ұлттық киімімізді өзіміз емес, өзге елдерде кеңінен ұлықталу үстінде. Әлеуметтік желіде Қытайда қазақ жігітінің ұлттық киіммен көшеде жүріп, елдің назарына түскен видеосы 5 миллионға жуық қаралым жинап, халықтың ыстық ықыласына бөленген. Елде ұлттық киімді насихаттау тек бір реттік челлендждермен, акциялармен ғана ұлықталуда. Соңғы уақытта жалпы халық арасында ұлттық сезім жалпы ұлттық акциясы басталып, ел арасында кеңінен қолдау тауып келеді. Акцияны зиялы қауым өкілдері, журналистер мен блогерлер, оқу ордалары қолдап, аптаның әр жұмасында ұлттық нақыштағы киімдерді киіп жүргендер қатары көбейді. Осы акцияны бастаған азаматтарға ерекше алғысымды білдіремін. Ұлттық киім мәдени майданның негізгі қаруы. Халық санасына әсер етуші күш екенін ескерсек, бұл мәселеге үстіртін қарауға болмайды. Ұлттық киімдерді тек наурызда ғана емес, жай күндері де жиі киіп жүруіміз керек деп президентіміз де үндеу тастаған еді. Алдағы уақытта ұлттық нақыштағы киім кию дәстүрін тек наурызбен, акциялармен ғана шектемей, оны трендке айналдыру қажет. Мәселен, бауырлас қырғыз халқы бастарынан айыр қалпағын тастамайды. Соған қарабақ, оны қырғыз екенін жазбай танисың. Тіпті жоғарғы кеңештің өзінде депутаттары айыр қалпақтарын киіп отырады. Ол қала берді ұлттық киімдерін сақтау мақсатында 5 наурызды айыр қалпақ күні деп мемлекеттік деңгейде бекітіп, ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұралдарының тізіміне енгізген. Бұндай күнді тек Қырғызстанда ғана емес, әлемнің алпауыт Бразилия, Испания, Шотландия, Жапония сынды елдерінде бар. Көршілес өзбек халқы да ала тақиясы мен шапаның күнделікті киеді. Сол секілді шешен халқы да елтірі бөрігімен ерекшеленеді. Біз ұлттық киімімізді өзіміз киюге, сәнге айналдырмасақ, біртіндеп басқалар емденіп кетуі мүмкін. Соңында шапанымыздан айырылып, қамшымызды ғана ұстап қалмайық. Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе үкіметке келесі шараларды қолға алуды ұсынамын. Біріншіден, ұлттық киімдерімізді ұлықтау мақсатында республикалық деңгейде ұлттық киім күнін бекіту. Бұл күн мәдени құндылықтарымызды кеңінен насихаттап, өскелең ұрпақты отаншылдыққа тәрбиелеудің негізі болар еді. Екіншіден,
Екіншіден, мемлекеттік қызметкерлер мен халыққа қызмет көрсететін орталық қызметкерлерінің киімдеріне қазақи идентика элементтерін қосу. Үшіншіден, ұлттық киім өндіретін отандық кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан қолдау көрсетіп, бизнесті қолдауға бағытталған мемлекеттік гранттарда ұлттық киім кәсібіне басымдық беру, халық арасында ұлттық киімді қолжетімдетуге ықпал етіп, сұранысты арттыру. Төртіншіден, мектеп оқушылары киетін ұлттық киімдер стандартын әзірлеп енгізу, әрі халықаралық түрлі жарыстарға баратын азаматтардың формаларына міндетті түрде ұлттық нақышты бейнелеу. Жауапты заңнамада белгіленген мерзімде жазбаша ұсынуларыңызды сұрайым. Сонымен қатар, құрметті әріптестер, парламент төрінде де және де әлеуметтік желіде миллионнан астам оқырмандарыма да ұлттық нақыштағы киімдерді насихаттап жүргенімді жақсы білесіздер. Осындай үрдісті сіздер де іліп әкетіп, қолдасаңыздар, көпке қозғау салар еді. Рахмет. Сөз депутат Сейітжан Кенжебол социалына беріледі. Рахмет, Дания Мадейқызы. Біздің бүгінгі депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бектеновке жолданады. Құрметті Олжас Абайұлы, біз бірнеше бұрын осы мәселені көтергенбіз. Бұл төтенше жағдайларға байланысты төтенше жағдайлар министрлігінің басшылары бірнеше рет ауысты, бірақ мәселелер солмен қалып отыр. Бірінші мәселе ол 19.945 адам ғана жұмыс істейді екен, өрт сөндірушілер мен құтқарушылар, және де деполары 432 депосы, бұл жеткіліксіз. Келесі мәселе, осы өрт сөндірушілер мен құтқарушылардың дайындық орталығы Алматы, Астана мен Шығыс Қазақстанда екен, екеуі ол жеткіліксіз, қай жерде дайындалады түсініксіз. Одан кейін келесі мәселе, бұл осы құтқарушылар мен өрт сөндірушілердің статусы жоқ, статусы өте төмен, ақпараттық қамтамасыз етілмейді. Келесі мәселе, бұл олардың жалақылары. Осыған байланысты біздің бірнеше ұсыныстарымыз бар. Университеттерді көбейту, осы оқитын университеттерді, одан кейін орталықтарды көбейту, және де ақпараттық жағын статусын өзгертіп, ақпараттық жағын қамтамасыз ету. Құрметпен, Қазақстан Халық партиясының фракция мүшелері. Рахмет. Құрметті әріптестер, сонымен депутаттық сауалдар жариялап болдық. Мәжілістің жалпы отырысын жабық деп жариялаймын. Рахмет, сау болыңыздар.